Қазір бізге екі қатарлы звездочканың сызбасы берілген. Осыны біз қазір SolidWorks'та 3D моделін жасаймыз. Осының 3D моделін жасаудың оңай тәсілін көрсетемін сіздерге. SolidWorks'қа кіреміз, сборканы таңдаймыз. Қажет емес файлдарды жабамыз. Ары қарай Toolbox'қа кіріп, библиотеканың ішінен арнайы ISO немесе DIN стандарттарының ішінен звездочканы таңдаймыз. Таңдап алған звездочканың ішінде бір қатарлы, екі қатарлы немесе үш қатарлы. Өзімізге қажетті екі қатарлыны таңдаймыз. Экранның ортасына келіп қоямыз. Орналастырып болғаннан кейін автоматты түрде экранның сол жағында менеджер құрылым пайда болады. Орналастырып болғаннан кейін звездочканың нөмірін таңдаймыз. Нөмірі бізде чертежде көрсетілген. Сол бойынша аналогын таңдап белгілейміз. Одан кейін тістер саны бізде 19 чертежде. 19-ды белгілейміз. Одан кейін бізде тип бойынша бізде ступица бір жағынан шыққан, соны белгілейміз. Ішкі диаметр вал бізде. Диаметр вал чертежде. Валдың диаметрі чертежде 25. 25-ті белгілейміз. Одан кейін біздің ступица. Ступицаның диаметрі бізде чертежде 45 көрсетілген. Сол бойынша ол жерге 45 деп жазамыз. Одан кейін ары қарай бізде жалпы ұзындығы бізде чертежде 34 көрсетілген. 34 деп белгілейміз. Бізде осындай пайда болды. Енді ары қарай бізде шпонка көрсетілген. Шпонканың төменге түсіріп шпонканы таңдаймыз. Бізде бір типті, екі типті шпонкалар болады. Бізге қазір қажеттісі негізі бір типті. Экранда өзімізге қажетті бір типті шпонканы белгілеп, одан кейін ОК батырмасын басып шығамыз. Автоматты түрде міне біздің 3D моделіміз дайын болды. Ары қарай SKD талаптарына сай чертеж жасауға болады.